Барлықтарыңызға салем. Мен Мурзаев Амангелдімін. Мен Түркменстан азаматымын. Евразия ұлттық университетінде жаратылыстану ғылымдар факультетінде оқимын, география мамандығында. Мен Евразия ұлттық университеті туралы жас кезімден, мектеп кезімден көріп, біліп, достарым келіп, оқып, бітіріп, диплом алып кеткен. Солардан сұрап, өзім ұнатып, өз таңдауым бойынша келдім, оқуға түстім. Мен Евразиялық ұлттық университетінде оқығаныма қуаныштымын. Мен біріншіден Евразиялық ұлттық университетті таңдауымның себебі бұл жердің білім беру деңгейі жоғары. Бірінші университетке келген кезімде ойым жоғары білімді алып, бұйырса өз елімге университетте жақсы оқып, жақсы білім алып, білімді дамытып, өзімнің елімде қызмет көрсетемін деп күшті ойлар көп болды. Негізі мен қазақ тобында оқимын. Қазақ тобында оқыған кезімде маған группадағы курстастарым көп нәрселерін білмейтін нәрселерін үйретіп, қазақшаны тілді үйретіп, тілді үйрену маған қиын болмады, бірақ себебі біз тілдес елдердің біріміз. Студенттік өмір қызық өтіп жатыр. Себебі біз үшін университетте жаратылған барлық мүмкіндіктер жаратылған бар, оқып білім алуға өте ыңғайлы. Евразиялық университетте Түркменстаннан келіп оқитын студенттер өте көп. Достарымыз да көп, оқитын достар да көп. Евразиялық университетте келіп оқуға, диплом алуға, сабақ оқуға, білім алуға, білімін дамытуға мен барлығыны кеңес беремін. Біріншіден біз келген кезімізде бізді университет жақсы қарсы алды, жататын общагаларды ұстауға жағдайымызды қойып берді. Сабақтарда, мысалғы, картография пәнінің сабағынан кіретін апайлар келген кезінде тіл білмей қиналған кезінде қазақшаны да даже бізге үйретуге көмектесті, перевод қылып берді. Көмектесіп студентті дамытуға ұрынды.